Қайырлы күн қазақ елі, ағайындар. Өткенде айттым ғой мен сіздерге. Нөкерлер келіп кетті деп ше. Үш әріптер келіп кетті деп айттым ғой. Ана Тоқаев айтқан уәжім бар еді ғой. Соны өшір дейді да видеоны. Мен не үшін өшіруім керек? Мен зайырлы мемлекеттің азаматымын. Менің сөз бостандығым бар. Біздің конституциямыз бар. Конституциямыздың бірінші бабында адам капиталы, адам құқығы, адамның сөз бостандығы деп жазылған емес па деп. Білем дейді үш әріптен адамдар айтып жатыр. Білеміз, жақсы, заңды күшті біліп тұрсың. Біз де білеміз ол заңды дейді. Бірақ енді жүйе сондайға қайтесің дейді. Алты балаң бар, соны ойла. Өшір видеоны, өшіртті енді. Маған айтады, ұнамай ма дейді мына жүйе. Ұнамай ма? Басқа мемлекетке барып тұр дейді. Мен айтам, шынымен жүйе ұнамайды, бірақ заң, ортақ заң ұнайды. Зайырлы мемлекеттің заңы тайға таңба басқандай жазылған заң ұнайды. Неге заң жүзінде біз құқығымыз қорғалмайды? Неге біз көшіп кетуіміз керек? Сенің сөзің дұрыс емес дедім. Неге көшіп кетуіміз керек біз? Біз Тоқаевты президент қылып сайладық. Біз патша қылып сайлаған жоқпыз. Біз менеджер қылып сайладық. Өткені бізге сауатты реформа жасасын, жағдайымызды көтерсін, дауыс бердік соған. Ұнамай ма ол кісі көшіп кетсін. Біз неге көшеміз атамекеннен? Найзаның ұшымен, білектің күшімен жерді қорғаған ата-бабамның жеріне мен неше көшіп кетуім керек? Ұнамайды мына жүйе деп. Сондықтан да ағайындар, үш әріптен қорқып айтып жатқаным жоқ, халық білсін деп айтып жатырмын. Сондай кішкене қысымдар болып жатыр. Сәл сауатты болайық, керек кезде өз құқығымызды қорғап жүрейік ағайындар. Ағайындар, қолдан келгенше мына қаңтарда басынан оқ тиіп, зақым алған Берік батырымыздың еміне көмектесейші ағайындар. Мүлдем қазақтар қайда, ағайындар қайда, жалпы иса қазақ қайда, көмектесейші Берік батырымызға еміне. Мүлдем жиналмай жатыр ақша, шыны керек. Астына Гүлнұр ханымның нөмірін жазып кетем, Беріктің әйелі.